1920 жылдың 26 тамызында қазақ автономиясын құру және оның жер көлемін белгілеу жөніндегі декрет дүниеге келді. Кремльде өткен ұзақ тартыстан соң Ленин қаулыға қол қойды. Ендігі мәселе қазақ автономиясына қай жерлер кіретіні еді. Сол кезде бар жоғы 29 жастағы Әлімхан Ермеков азулы топтың алдында қазақ жерінің шекарасы жайында баяндама жасады. Ол баяндамада Астрахан, Орал, Торғай, Ақмола, Семей, Сырдария, Закаспий, Самарқанд пен Ферғана облысын қамтитын жалпы көлемі 3.467.922 шаршы шақырым жерді Қазақ Республикасының құрамына беруді сұрады. Көрсетілген жердің 81%-ын жан саны 5,5 миллион болатын қазақтар пайдаланатын. Бұл сол аймақтағы тұрғындардың 54% еді. 12 тамыз күні Лениннің төрағалық етуімен өткен мәжілісте Әлімхан Ермеков барын салды. Тіпті көзбе-көз сөйлесуден кейін қазақтың уысынан шығып бара жатқан Атырау өңірінде алаш жұртына мәңгіге қайтарып берді. Алайда Сібір ревкомы солтүстік облыстарды Қазақстанға қоспауға тырысып бақты. Егер де оның ырқына көнетін болсақ, қазіргі Шығыс Қазақстан, Семей, Ақмола, Қызылжар, Көкшетау, Орал мен Маңғыстау Ресейдің құрамында қалатын еді. Тіпті 1988-89 жылдары Горбачев солтүстіктегі 4 облысты Ресейге өндірістік қажеттілікке бермек болды. Сонда басқа амалы қалмаған Мәскеудегі елшілігіміз Лениннің 1920 жылғы осы құжатымен уәж айтып 4 облысты алып қалды.